Сәлем достар, Солтүстік Корея әлемдегі ең құпия және жабық мемлекет. Олардың ішкі өмірі туралы әртүрлі деректер айтылады. Бұл деректерді естіген адамның шошып кететіні анық. Бүгінгі видеода Солтүстік Корея туралы адам сенгісіз деректерді айтатын боламыз. Ал сіз видео басталмастан бұрын арнаға жазылып қоңырауша түймешесін басып қойыңыз. Солтүстік Корея артта қалған мемлекет. Шетелдіктердің бұл елге өтуі өте қиын мәселе болып табылады, және көбісі бұл елге кірген адамдар артқа қайтпайды. Ал ел ішіндегі адамдардың басқа мемлекеттерге өтуіне тыйым салынған. Бұл мемлекеттің қазіргі өмірі өткен ғасырдың 50-ші жылдарында қалып қойған. Мемлекетке кірер кезде барлық шетелдіктердің мобильді қосымшаларын бақылауға тіркеп қояды. Себебі сіз саяхаттан қайту кезінде барлық сурет, видеоларды көрсетуге мәжбүрсіз. Олардың ішінде заңға қайшы суреттер болмауы керек. Егерде ондай суреттер немесе видео түсірілген болса, ол адам түрмеге отыруы әбден мүмкін. Солтүстік Кореяның тұрмыс тіршілігі қандай және қандай қиыншылықтар бар? Бұл туралы Солтүстік Кореядан Қытайға қашып барған қыз айтып берген. Оның айтуынша ол Қытайға қашып келгеніне еш өкінбейді, және сонымен қатар Солтүстік Кореядан шығу өте қиын, және қашу кезінде шекарада ұсталған адам бір өмір түрмеге тоғытылады және еңбек лагеріне жіберіледі. Ол жерде қашқын күніне 18 сағат бойы тынымсыз жұмыс жасауы керек, және ол жерде судан басқа ештеңе берілмейді. Ал бұл болса нағыз өлімнің өзі. Солтүстік Кореяның ең атақты қашқындарының бірі 24 жастағы Пак Эм Солтүстік Кореяның сұмдықтары туралы айтқан, және ол өзінің бұл мемлекеттегі өмірі туралы кітап жазған. Бүгінгі күнде Пак Эм Америкада өмір сүреді. Бұл қыз 9 жасында өз досының анасы қалай жазаланғанын айтып берді. Ол әйел Оңтүстік Корея туралы фильм тамашалаған және оны достарына көрсеткен. Бұндай заң бұзушылықты білген полицейлер оны үйінен алып кеткен және әйелді өте ауыр колониялы түрмеге отырғызған. Солтүстік Кореяның күнделікті жұмысы сағат 6-да басталады және аптасына бір күн демалыс. Тек қана бұрынғы президенті өлген күні ғана мемлекетте 4 күн қатарынан демалыс болады. Солтүстік Кореяда электр энергиясы күніне бірнеше сағат ғана қосулы болады. Отбасы асыраушылар әйелдер болып табылады. Кей кездері әйелдер еркектерден көп жұмыс жасайды. Бұл елде тек еркектер ғана емес, әйелдерде отан алдындағы борышын өтеуі керек. 2017 жылдан бастап Солтүстік Кореяда жаңа заң күшіне енді. Бұнда мектепте бітірген әрбір қыз 7 жыл бойы әскери негіздерді үйрену керек, және әскерге барып, отан алдындағы қызметін өтеуі шарт. Алайда, ол жерде әскер әйелдер үнемі тойып тамақтанбайды және күніне күріш ғана беріледі. Және бұл жерде зорлық-зомбылық өте көп орын алады екен. Жоғарыда айтылған деректердің барлығы анық деректер емес, себебі Солтүстік Кореяда интернет істемейді. Бұлардың барлығы Кореяда болған және Кореядан қашып келген адамдардың айтқаны. Достар, видео сонымен аяғына жетті. Видео сіздерге ұнаған болса, арнаға жазылып қоңыраушаны басып кетіңіз. Сіздермен бірге болған BNKZ.